Қыстың күні бағасы удай қымбат болып, бағасы аспанға ұшатын көкөністерді қатыратын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осындай тәтті бұрыштарымызды тазалап, жуып алатын боламыз. Және де ортасындағы қажет емес бөліктерін алып тастаймыз. Ең бірінші жуатын себебіміз, одан кейін тамақ жасар кезде ешқандай да жумай, бірден тамаққа қосатын боламыз. Бұл әдіс сіздің тамақ жасаудағы қолыңызды байламай уақытыңызды үнемдеуге көмегін беретін болады. Осылай қажет емес бөліктерінің барлығын алып тастаймыз және де өзіңізге қажет формада тура алсаңыздар болады. Мен осындай пакеттерді, зит пакеттерін қолданамын. Яғни осындай пакеттерге салатын боламын. Ешқандай да ортасында ауа қалып қалмауы қажет. Өзіңізге қажет формада турасаңыз болады. Мен осы бір бөлігін осындай ұзынша етіп қолдандым. Яғни лагман секілді әртүрлі тағамдар жасаған кезде осындай түрін қолданатын боламын. Осылай барлық перецтерімізді араластырып, сарысынан, жасылынан, қызылынан араластырып, осы пакеттігімізге салатын боламыз. Толықтай салып, ішін ауа қалмайтындай етіп, жақсылап, бекітіп жабамыз. Нәтижесінде бізде осындай заморозка пайда болады. Қалған тәтті бұрыштарымызды да дәл осылай турап аламыз. Мен келесі бөлігін осындай 4 бұрышты формасында турадым. Қандай тағам жасайтыныңызға байланысты турасаңыз болады. Мен осыны овощной рагу, яғни көкөністермен рагу жасаған кезде қолданатын боламын. Сол үшін де осы тәтті бұрышпен баклажан, яғни баялдыны турап 4 бұрышты формасында бір пакетке салған болатын. Баклажанды да осылай, егер көп мөлшерде үйіңізде тұрып қалатын болса, онда осылай сақтасаңыз болады. Ешқандай да бөлініп кетпейді. Егер де тоңазытқышта көп уақыт тұратын болса, баялды, яғни баклажан өзінің формасын жоғалтып бұзылып кетуі мүмкін. Осылай жартылай салынған, тәтті бұрыш салынған пакетімізге осы баялдымызды салып, бетін жауып бекітеміз. Овощной рагуға арналған заморозкамыз осылайша дайын болады. Және де мен фаршированный перец жасау үшін осылай ортасын ғана қажет емес бөліктерін алып тастап, бір-біріне кигізіп қатырдым. Нәтижесінде осындай бізде заморозкалар пайда болды. Дәл осылай жасап көріңіз. Қыстың күні өзіңіздің уақытыңызды көп алмайды және де удай қымбат етіп сатып алмайсыз. Көкөністерді бірден тоңазытқыштан алып қолдана беретін боласыз. Қатырылған көкөністерді қолдануда бір ескеретін нәрсе, оларды қатырылған күйінде бірден қуыруға немесе тамаққа қосатын боласыз. Оны жуып, ерітіп, алдын ала шығарып қоймайсыз. Себебі қатырылған көкөністер еру барысында суы ағып, ол дәміне де әсерін беретін болады. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен осы пайдалы видеомен бөлісе кетіңіз.